Әулет бөлімі 12-ші, 13, 14, 15, 16-шы бөлімдерін сіздерге паш етемін. Алдағы бөлімдер әлі де шыққан жоқ, бірақ мен түркше сериалдан қазақшаға аударып алдым. Ал енді бұл жерде бір ғана сурет қой деп ашуланған Бекрам. Екінші суретін қайда дейді. Сол кезде таппай қалғандарын, тек бір ғана суретті алғандарын ғана айтады. Және де аға, біз Шагланы жарақаттадық деп амалсыз есеп берді. Кім жарақат, кәне, кім менің қарындасыма кім атқан деп айқайлады. Месут дейді. Месут яғни осы жердегі қарақшылардың бірі. Осы кезде ашуланған Бекрам оның қолынан атып жіберді. Солай көмекшісіне: мен сені өлтіремін, неге сендер менің жалғыз қарындасыма оқ атасыңдар, мен тек жай ғана қорықтыңдар дедім ғой деп айқайлайды. Ал мұнда жараланған Шагла Дуганның иығына кішкене бас қойып, басым айналып келе жатыр деген секілді осылай үйге, яғни Дуганның үйіне келеді. Барлық отбасы алдынан шығып, оған не болды, оны кім жарақаттады деп сұрақ қойып жатыр. Әдеттегідей Дуган: бұл Бекрамның ісі, барлығыңа сақ бол деп айттым, енді үйден шықпаңдар деп қатаң ескерту жасады. Содан кейін Синанның келгенін барлығы қуанып қарсы алды. Тіпті Синанның кішкентай қызы да әке деп қарсы алып жатыр. Барлығымен қауышып жатқан кезде бұл үйде Дуган қайда дейді. Сол кезде Дуганның әпкесі: ол жоғарыда, үйде қонақ бар, яғни Шагла жарақаттан соның қасында дейді. Дуган: не болды, бәрі жақсы ма деп осы кезде сұрақтың астына алған Синанға ашуланған Дуган: барлығы сенің кінәң, сенің кесіріңнен Бекрам бізге тағы да шабуыл жасады дейді. Осы кезде ортаға Шагла түседі: менде бәрі жақсы, мен қайтамын, ешқандай не болмасын, барлығы жақсы дейді. Десе де есік ашылып, ол жерден Елмаз бен оның брат көмекшісі осы фотоны алып келеді. Мен алдыңғы бөлімде бұл Шагланың әкесі деп қате айтыппын. Бұл Шагланың әкесі емес, бұл түрмеде отырған Генджоның әкесі екен. Яғни Генджоның әкесі бір кездері Бекрамға көмектескен. Дәл қазір бірақ Генджо әкесінен айырылды. Әзірге Генджо білмейді. Ғашық болған Генджо Дуганның қарындасы Меликке қайта-қайта түрмеге келіп жүр. Адвокатымын дейді, тағы бірдеңе дейді. Осылай өзінің адамдары арқылы кіріп Меликке сезімін білдіріп жатыр. Сен берілме, мен саған оқитын кітаптар әкелдім. Ол кітаптардың арасында саған арналған кішкене жасырын телефон бар дейді. 20 жыл бұрын бұл жерде түрмеге жаңадан түскен жазықсыз Бекрамның жас кезі. Генджоның әкесі қасына келіп су беріп, бәрі жақсы болады, еңсеңді түсірме, барлығы өтіп кетеді деп шулатып жатыр. Мына жақта қазіргі уақытта Бекрам сол Генджоның ауырып қалған әкесін өз қолымен еріксіз қинап өлтіріп жатыр, яғни жастыққа тұншықтырып. Өйткені барлық сырды біліп қалады, яғни Шагла туралы, өз туралы шындықты айтып қояды деп қорқып өлтіріп кетеді. Қанша жыл өзін қорғаған доспын деп келген кісіні өлтірген Бекрам ар азабына шыдай алмай, өзінің шындығы ашылып қалмау үшін қашып кетеді. Дуган мен Шагла оны іздеп келген сәтте әлдеқашан жан тапсырып кеткен еді. Бірақ Дуган бұл кісінің өз өліммен өлмегеніне сенді. Өйткені барлығын тексеріп, тыныс алмау нәтижесінде қайтыс болғанын айтса да ешқандай дәлел жоқ. Десе де сол жерден шықпай, кімнің келгені, кім бұрын келіп жүрген барлығын Дуган біліп алды. Яғни бұл Бекрамның ісі екенін нақты сенімді. Ал мұнда Дуганның күйеу баласы, ол қызметші Нұргүлге өлердей ғашық болып қалды. Осы сәтте Нұргүлдің абайсызда басқа жігіттен құтыла алмай жылап жатқанын естіп қалып келеді. Ол жігітке: мазалама, мені жайыма қалдыр дейді. Десе де ол жігіт қалмайды. Осы сәтте: мен саған көмектесемін, мен қандай көмегім қажет дейді. Бұл да Нұргүлде жылап: ой, маған жігіт көмек бер, маған маза бермей жүр, оны ағама апаратқа айта алмай жүрмін, көмектес дейді. Шагла өзінің сенімді досына әпкесін қалдырып кеткен. Әпкесін ол көлігіне мініп алып, әлгі Синанды ақша бопсаламақ. Яғни 2 миллион ақша алғысы келеді. Ол өзінің қылмыстары жасыру үшін әйел екеуі тағатсаны кафеде күтіп отыр. Ол бізді содан кейін
Дидем келгенде Синан оны таниды. Сен сұмырай екен ғой. Анада ғана бізді барлығына жариялап еткен осы тілші дейді. Синан ол қызды ұрмақ болған кезде әйелі араша түсіп, біз келісеміз, сен далаға шығып тынышталып кел дейді. Далаға шыққан кезде бұлар екеуі сөйлесіп 1 миллионға келісіп жатады. Бірақ іші пысқан Макиде сыртқа шығады. Сыртқа шыққан кезде ол 25 жылдан кейін ғана Синан екеуі бір-бірін көріп қалады. Ескі махаббат. Синан бір сәт үнсіз қалып, бұл менің өмірімнің мәні ғой дейді. Бірақ өмірінің мәнін өз қолымен солтырып тастаған әлі де білмейді. Ал мында Маки Синанды көріп, ескі жаралары барлығы есіне түсіп, бір-бірінен ұзақ уақыт қарап жылап қалады. Өйткені араларында бала бар. Тіпті ол баланы қалай, қайда екенін Маки әлі күнге дейін білмейді. Ал мұнда тек ғашығын көрген Синан. Осы кезде әйелі келіп, біз барлығына келістік, енді тыныш болады дейді. Тағы да 25 жыл бұрынғы Синанға үйлене алмайсың деген Тахир мырза да. Сен өзіңді кім деп тұрсың? Сен ішімдегі немерең бар десе де, мен сендей қызға немерем болатын адам емессің. Маған сендей әйел керек емес деп оны итеріп, тіпті жылатып, осындай күйге түсірген Маки есіне барлығы түседі. Синанды көргеннен кейін ол қайтып көлікке келіп мініп алады. Одан кейін өз-өзінен жылайды. Десе де қасындағы Дидемге барлығын білдіртпеуге тырысады. Ал барлық ойы Синанның әлгі Макида. Ол шынымен де тірі ма? Өйткені Макида өлді деп айтылған. Әлде сенбей жатыр. Содан кейін қайтадан тексеруді бастайтын болады. Оның ойы өте шаршаңқы. Барлық ойы Макиге кеткен. Ол шынымен де тірі болғаны ма? Осы кезде аға, саған не көрінген деп туған сұрайды, бірақ ағасына өткен кеткен нәрсені айта алмайды. Сырттай бақылап тұрған бұларды әрине Шағла не жасап жатыр, не айтқып жатыр, барлығын білу үшін сырттай бақылап тұр. Содан кейін ол SMS телефон арқылы Кенжоға жазады. Ал Кенжоның әкесі қайтыс болып, барлығы қайғырып тұр. Тіпті бұлар моргта тұр екен. Бекрам барлығы әдеттегідей ешкім қандай қылмыс жасамағандай түр жасап тұр. Әйтпесе осы өлтірген еді. Ана жақта барлығы қайғырып жатса, Шағла барлығын біліп, мына жақта қайғырып жатыр. Өйткені Шағла мен Демоның арасында өте жақсы достық бар бала кезден. Ал мұнда Бекрам әдеттегідей, мен сенің енді әкең боламын, қайғырма, бекем бол, барлығына кінәлі Дуған деп өзінің ісін қайдағы жазғыз жанға жауып жатыр. Кешкі аста күйеуін, яғни Сепаны әпкесінен сұрап жатыр. Сепа қайда, ол қайда кетті дейді. Осы кезде әпкесі өтірік айта салады. Ол көлік апатына түскен досына көмектесуге кетті. Алайда Сепа үй қызметшісі Нұргүлге көмектесуге келген. Нұргүлді мазалап жүрген жігітті орнына қоюға келді. Әйтсе де ол жігіт бұған соққы береді. Бірақ ашуға булығып кеткен Сепа өзінің ішіндегі бар күшті шығарып, Нұргүлдің алдында өзін бір еркекше, керемет жігіт ретінде көрсеткісі келіп, әлгі баланың түгін қоймай ұрып кетеді. Осы кезде жарақаттанған қолына мейірімділікпен жасап жатқан қызға есі кетіп қарап тұр. Қанжолы әулеті бір дастарханға алғаш рет бас қосып жатыр. Әкесінің орнына отыр деген әпкесіне, жоқта отырмаймын, менің өз орным бар дейді. Содан кейін барлығы қуанышты қалыпта ас ішкелі жатқанда түрмедегі Мелек видео звонокпен қоңырау шалады. Барлығың біргесіңдер ма, дастарханға мынадай қойдың ба, Ильмаз, сәлем. Барлығын әйтеуір бір-бір танып, мен жоқ кезде барлығың бас қосыпсыңдар деп тағы да жылап қалады. Әйеліне, енді біз ақшаны қайдан табамыз, $2 миллион қайдан аламыз деген. Әйелі, сен қиналма, уайымдама, барлығын мен реттеймін, сен енді осы әулеттің басшысың дейді. Ал мұнда қайғырып отқан Кенжоны көрсетеміз. Барлық мафияның барлығы осы үйдің алдында. Кенжоның әкесін соңғы сапарға шығарып салуда. Барлығы қайғырып тұр, әсіресе Бекрамда. Бірақ оның шын өмірде кешір мені досым деп
Кенжоның әкесін осылай тұншықтырып жатқаны көрсетіледі. Содан кейін еріксіз жылап тұрады. Өзінің ісіне әрине өкінеді, бірақ амал жоқ, осылай өлтіреді. Осы кезде Шагла да келіп Кенжоны құшақтап көңіл айтып жатыр. Шагланың артынша Дуган да келеді. Өйткені Кенжо туралы білгісі келеді. Тағы да Шагла ұсталып қала жаздайды Дуганға, бірақ өзінің өтірігін әзер дегенде жасырып, мен осы жерден қандай бір айғақтар бар, соны білу үшін келдім деп тағы да жалған сөйлей қояды. Дуган болса бұл қызға сенеді, өйткені Шаглаға ғашық еді. Екеуі де бір-біріне ғашық, бірақ мойындағысы келмейді. Содан кейін Дуган қазір күте тұр, мен бір керемет нәрсе жасаймын, қарата тұр дейді. Содан кейін полициялардың сиреналары естіледі. Ол полицияға әрине Бекрамды ұстап беру үшін. Бекрам елді сен тұтқындалдыңыз, өйткені сіз контрабандамен айналысасыз деген полициялардың дауысы жарқ ете алады. Солай полициялардың қолына түседі. Десе де кетіп бара жатып, Джемо, мен саған ісімді тапсырдым, өзің білетіндей дейді. Одан кейін барлығы прокуратураға барады. Бірақ бұл жерде Синан Бекрамның үстінен арыз жазғандықтан ғана осылай тұтқындау болған екен, бірақ оның барлығы уақытша тұтқындау еді. Дидем алтынға сеніп, яғни Синанның әйеліне сеніп ақша келдің бе дейді. Десе де алтынның өте лас сыпайы мінезі бар. Ал мұнда Бекрам тағы да қайғырып жатыр, өйткені ол түрмеге түскенді жек көреді. Бостандықта үйреніп қалған, түрменің қандай екенін де біледі. Одан кейін ол өзінің айғақтарын іздейтін, яғни ешқандай да Тахирды мырзаның өлтірмегеніне дәлелі бар екенін ол Дидемде ғана білетін. Сол үшін телефон соғып, тезірек Дидемді табыңдар, ол менің кінәсіз екенімді біледі, онда нақты айғақтар бар деп адамдарына телефон шалып Дидемді іздетуге жібереді. Ал мұнда әлде ашу басылмаған Кенжо барлық қару-жарақтарын тиеп, тіпті барлық мафия бандиттеріне қару-жарақты бір-бірлеп таратады, өйткені ол Дуганға соғыс ашпақ. Бандиттер тұратын ауданға дәрігер ретінде кіріп, тегін емші ретінде кіріп, бүкіл аудандағы балаларды, әйелдерді, қарттарды тегін вакцина салып алып, осылай қызмет көрсетіп, ең соңында Кенжо келген кезде Кенжоның мойнына ұйықтататын әрі шындықты мойындатын бір уколды салып жіберіп, Кенжоны өзінің арнайы осы бір палаткасына кіргізіп алады. Содан кейін одан бар шындықты сұрайды. Бекрам кім, оның қандай кегі бардығын, және ол бір сандарды айтады. Осылайша ол өткендегі 17 жасында болған қылмыстың куәсі, кім жасағанын, тіпті оның жазықсыз Бекрамға жала жапқан барлығын есіне түсіреді. Содан кейін сол шындықты анықтау үшін қайтадан сол бір оқиғаны есіне алып, 25 жыл бұрынғы оқиға, яғни Шагланың әкесін осы бір отбасы өлтіргенін тағы да есіне алады. Және дәл сол бір дәлізде, дәл есік ауласында ғана атып өлтіргенін. Содан кейін қатты қайғырады, өзінің аружданынан қиналады. Ал мұнда әйелінің істеген ісіне ашуланады. Сенің есің дұрыс па? Сенде мейірім жоқ па? Қатыгезсің ба? Ол қызды не үшін қағып тастап кеттің? Ертең алдымыздан шығады ғой дейді. Бірақ әйелімізі ол ешқандай да полицияға бара алмайды, өйткені ол бізді бірінші бопсалаған, қорықпа деп тағы да сендіріп қояды. Дидемді әзер тапқан жігіттер Бекрамның алдына әкеледі. Бекрам болса, мұны кім жасаған? Сен осынша уақыт қайда жүрдің дейді. Бұның барлығы Синанның ісі екенін айтады, өйткені Синанны бопсалап, одан таяқ жеп қалып, ақшадан айырылып қалған, және Синанның суреттері барын айтады. Ал мұнда Кенжо тағы да қызға келеді, яғни Мелекке тағы да ғашық екенін айтып, осыдан кейін өзінің әкесінен айырылғанды айтады. Өзінің жақсы адам екенін, еш уақытта әйелдер мен балаларға зиян тигізбейтінін айтады.
Мелектің алдында тізерлеп отырып жылаған кезде Мелекте ол жігітке аздап сезімі оянып, яғни ғашық бола түсті. Синан Бикрамды көріп мазақ етіп келе жатады, бірақ артынша өзінің қылмыскер екенін білгеннен кейін арызын қайтарып алып, Бикрамды түрмеден босатады. Нұргүлдің есі жоқ жігіті Қанжоғылар әулетінің үйіне келіп, оны Гүлжанды шақырып, сенің күйеуіңе мына сөзді жеткіз, мен Нұргүлді жоқта тастамаймын. Екеуі көңілдес екен, күйеуіңе ие бол, оғызда шаруасы болмасын. Мен бәрібір Нұргүлді тыныш қалдырмаймын деп осылайша барлық сөзді айтып кетеді. Гүлжан таңғалады. Осы кезде ғана Гүлжан өзінің еріксіз қосылған жігітін, яғни Сипапты қатты жақсы көретін қызғана білдіреді. Ал мұнда Доған ол ескі суреттерді, газет кілтісін ақтарып, Бикрамның шындығында ешқандай жазық жоқ екенін біледі. Содан кейін Доған өзінің кім екенін, не істегенін зерттей жөнеле Бикрам екеуі келісімге келеді. Бикрам бұл жерде Шағылаға шындықты айтқысы келеді. Десе де шындықты айта алмай қалады. Өйткені Шағылада Бикрамды күтіп алуға келген кезде көліктің есігі ашық қалып, барлық адамдары Бикрамның қасына жиналған сәтте шындықты естиді. Ал мұнда Махиға тыныштық бермейтін әлгі Тахирдің әпкесі кезінде бұл Махидің баласын ұрлап, өздерінен бала асырап алған, яғни Мелекті асырап алған.